Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы станция кезекшісінің оператор сигнализациясы мен байланыс қондырғыларының жұмысындағы ақау кезіндегі жұмысы. Сабақтың мақсатына тоқталар болсақ, білімгерлерді станция кезекшісінің оператор сигнализациясы мен байланыс қондырғыларының жұмысындағы ақау кезіндегі жұмысымен таныстырып, қабілеттілігін дамытып жетілдіру. Станция кезекшісі сигналды орталықтандыру және бұғаттау бақылау құрылғыларында қандай да бір ақаулықтар пайда болған кезде ең бірінші тексеріп шығу тиіс жағдайлар. Біріншіден, вагондардың ығысуы, құрамның жолдан шығуы, ауыспаның қиылуы, оның немесе өзге қызметкерлердің қате орындаған әрекеттері, сондай-ақ барлық бағыттамалардың, соның ішінде маршрутқа кіретін күзеттік бағыттамалардың қалпына қатысты бақылау бар ма, және олар дұрыс орнатылған ба, сондай-ақ аппараттан бұзылған кілт шешіліп алынбады ма, және олар аппаратта дұрыс орнатылған ба екенін тексеруге міндетті. Станция кезекшісі сигналды орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларының ақаулығын анықтау кезінде ең біріншіден собы құрылғыларын анықтау тіркеу журналына тіркеп жазбаша түрде жазады және бұл туралы мағлұматты электр механигіне және қажет болған жағдайда осы ақаулыққа қатысы бар қызметкерлеріне хабарлауға міндетті. Бұл жердегі электромеханик дегеніміз, яғни ол сигнал беру және байланыс дистанциясының кезекшісі инженер болып табылады. Ақаулықтың сипатына қарай станция кезекшісі электромеханигінің келуін күтпей-ақ өз бетінше ол собы құрылғыларының қалыпты жұмысының бұзылу себептерін анықтау үшін төмендегі жағдайларды тексеру тиіс. Ол біріншіден жол немесе бағыттамалық оқшауланған телімнің жалған түрде бос болмауын, пайда болған жағдайда рельстің тізбектің бөгде затпен тұйықталып қалмағанын, сондай-ақ егер бағыттама басқару пультімен бұрылмаса, үшкір мен рамалы рельстің арасында небір зат тұрып қалмағаны ма тексеруге міндетті. Электромеханиктері келесі әрекеттерді орындауға тыйым салады. Яғни электромеханиктің өз бетінше жұмысты атқаруына тыйым салынған жағдайлар. Ол біріншіден, яғни станциялардағы собы құрылғыларының ақаулықтарын жою ісіне станция кезекшісінің рұқсатынсыз және жазбаша журналда жазылған жазба бойынша жасауға, ақаулықтарды тексеруге кірісуге тыйым салынады. Екіншіден, жөндеу немесе ақаулықты жою жұмысы аяқталғаннан кейін станция кезекшісінің сіз және орталықтандыру қосын операторымен бірлескен түрде іс жүзінде тексеруден өткізбеу, құрылғылардың жарамдылығын, басқару пультіндегі бақылау аспаптары көрсетулердің дұрыстығына көз жеткізіп алмай, қолданысқа беруге тыйым салынады. Сонымен сабақ түсінікті болса, білімгерлер, сіздерге берілетін қосымша тапсырма станция кезекшісінің оператор сигнализациясы мен байланыс қондырғыларының жұмысындағы ақау кезіндегі жұмысы туралы оқисыздар. Сондай-ақ қосымша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, сигналды орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларын тіркеу журналы қалай аталады? Екінші, собы құрылғылардың ақаулықтарын тексеру тәртібі. Үшіншіден, ақаулықтар кезіндегі станция кезекшісінің міндеті. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін сіздер қосымша әдебиеттер қолданыласыздар. Яғни Қазақстан Республикасының темір жолдарындағы пойыздардың қозғалысы мен маневрлық жұмыс жөніндегі нұсқаулық бойынша 148-149 беттері